Асықпайтын уақытта асығамыз. Ақиқатты несіне жасырамыз? Жолға шықсақ жетуге асығамыз. Жете салып кетуге асығамыз. Таңда бала бақшаға асығамыз. Түсте алар ақшаға асығамыз. Мүлт кеткенді тергеуге асығамыз. Біреу өлсе жерлеуге асығамыз. Таныса сап дайынбыз достасуға, амандассақ қаяумыз қоштасуға. Үйлене сап жатамыз ажырасып, асығамыз болуға тағы ғашық. Жағаласып, сандалып, сабылысып, жүгіреміз қашанда алып ұшып. Төзім құрып қалған ба тағат тозып? Әлде жүрегіміз кеткен бе сағатша озып? Уақыт жоқ деп уақытқа бас ұрамыз. Осы біздер қай жаққа асығамыз? Ер жігіттің 9 жауы. Басты жауың жалқаулық сорлататын жаныңды. Осалдығың аңқаулық соқтыратын саныңды. Жасқаншақ болсаң ұры алар қоралап қойған малыңды. Жалат қызбас жасықтық аузыңдағы балыңды. Өтірік айтсаң өңмеңдеп жоғалтасың арыңды. Өсек терсең телмеңдеп суға кетірер салыңды. Көпірме босқа мақтанғып, түкке тұрмас барыңды. Көрінгенге жалпақтап бола алмайсың жағымды. Біреуді алдап арбаумен аша алмайсың бағыңды. Адамдардың 3 тобы бар. Бірінші топ жаратушысын іздеді және тапты. Бұлар ақылды әрі бақытты адамдар. Екінші топ жаратушысын іздеп жүр, бірақ тапқан жоқ. Бұлар ақылды, бірақ әлі бақытсыз адамдар. Үшінші топ жаратушыны іздеп те жүрген жоқ, тапқан да жоқ. Бұлар бақытсыз әрі ақымақ адамдар. Жолдар бар жалғыз жүріп өтетін. Сәттер бар соңғы нүктені қоятын. Жағдайлар бар қоштасуға тура келетін. Адамдар бар қайта оралуға болмайтын. Құдай не жазса соны көреміз деу соқырлықтың белгісі. Тағдырдың жазғаны болар деу ақымақтың белгісі. Адам не тілесе Құдай соны тағдыр қылмақшы. Тікен еккен жерге бидай шықпақшы емес.